Саламатсыздармы? Мен Шонас Маханова атындағы нөмір 44 орта мектебінің жоғары санатты қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Амешева Айгүл Өмірзақ қызымын. Тоққа келіп отырсың? Жасыл бөліктен үшінші тоққа келіп отырсың. Яғни жаймала да сол түстес. Батылдық, махаббаттық, қайсыланды? Татулық, жақсылық, және қырғаттың күшін Мерседес. Әлемдегі ең әдемі әрі орындары жұмсақ көлік. Тойота өте жылдам әрі тиімді көлік. Range Rover өте қымбат, сұранысқа ие көлік. Жақсы, ішінде қандай істесіңдер бар? Жылдам көлікті әдемі, жұмсақ, тиімді, қымбат. Жақсы. Сіздер не орнайсыздар? Бұл сіз қолыңызбен жасаған. Жарайды, сіз шатасып кеткен сияқтысыз. Келесі. Бірінші топқа 2 теңгеден, ал үшінші топқа 5 теңгеден. Ал бірінші тыңдайық, қаралайық. Яғни көркін көлемін тікелей анықтайтын сын есімді сап. Бәрін жазып отырасыз. Келеміз, жазамыз. Тақтаға дәші, біз жазған ба?
мысалда сізде де не үшін сол қателіктер жіберілді, иә? Жақсы, 3-3 топты бағалаймыз. 3-3 топты бағалаймыз. 3-3 топ тез-тез сәйкестендіріп қойды. Оларды тапсыр бала оңайлатып кетіп емес сіздерге қарағанда. Жақсы. Не үшін? Себебі олар тапсырмаларын толық әрі дұрыс орындай алды. Жақсы. Яғни естідік. Енді ары қарай тапсырмамызды жалғастырайық. Жазудың соңындағы тапсырма. Мен қандай елді тұрамын тақырыбында естен. Көп уақытты көп созып жазбаймыз. 2-5 сөзден тұрады. 5 сөйлемден тұрады. Мен қандай елді тұрамын деген естен. Өйткені Қазақстан Республикасында тұрамын. Қазақстан бейбіт елдердің бірі. Қазақстан елі мемлекет бойынша 3-ші орында тұр. Маған Қазақстанда тұрған ұнайды. жақсы. Жақсы. Келесі. Оқуға. Мен қандай елде тұрамын? Мен өз елімде туып өсіп келе жатқаныма қуанамын. Өйткені біздің еліміз өте дамыған, өздерінің салт-дәстүрлері жатады. Және ол жеріміз өте таза, әдемі. Керемет, жақсы. Мен осындай Қазақстан Республикасында Жақсы, рахмет. мен қандай елде тұрамын? Менің туған жерім Қазақстан. Қазақстанның кең даласында байтақ дала еш жерде жоқ шығар. Отаны халқын бесігін, отаны жоқтыр, бірақ жоқтыр деп дана халқымыз бекер айтпайды. Тез-тез. Алдарыңызда. Қалай бәріміз керемет жастықтарға отаныңызды сүйіңіз әрине. Сіз аяна не үшін бастадыңыз өтіріңіз? Маған бірінші топтың эссесі ұнаған жоқ. Себебі бірінші топтың эссесінде үшінші топтың сөздері қайталанды. Жақсы. Келесі. Екінші топты бағалаймыз. Бәрін кереметсіздер ғой. Мирас болса. Екінші топта ақын кішкене Жақсы. Кідіріп қалғанына ма? Өте ақын менің ойымша өте керемет жазып шыққан. Машинасы. Егер сіз сабақта өте қызықты, жақсы мәліметтер алып келсеңіз, түзу жолға қоясыздар. Егер сатысты таңдасаңыздар, бұл жерде сәл кішкене бір-екі тұстан. Ой, жақсы шағын мәтін жазып келесіздер. Және қосымша ақпарат. Менің ұялыда автокөлікте сурет не болмаса